Қазақ халқында кіндік шеше деген ерекше орны бар. Өте қадірлі тұлға саналған. Баланың туған анасының кейінгі құрметпен қарайтын, өзегі жарыла өзімсінетін жақыны кіндік шеше. Келінің бойына бала бітіп, ақ алғысты болған кезден бастап, ене болашақ немересіне лайықты кіндік шешені іштей саралай бастайды. Ол аралықта мен болам деп өз тарапынан қолқа салушылар мен таласушылар да көбейеді. Солардың арасынан пейілі түскен адамды ене өзі таңдайды. Пәленшенің мінезі биязы, үнемі жайдары жүреді. Түгеншенің жүрістері салмақты, істеген ісі берекелі деген секілді кісінің жақсы қасиеттерін жинақтай келе кіндік шешені алдын ала белгілейді. Екеумізде ниетімізге жетейік, келініме бас көз бол деп келін енесі көңілі қалаған әйелге ризашылығын білдіреді. Бұл үлкен сенім әрі мәртебе. Өзін кіндік шешелікке жараймын деп жауапкершілікті көтеруге шынайы ниет еткен әйел келіншек пен күйеуін үйіне арнап шақырып, кәделі тамақ береді. Сол күннен бастап құралас жиылып, екі үйдің арасында әдемі қарым-қатынас басталып кетеді. Болашақ кіндік шеше әрбір сәтті пайдаланып, келінің үй шаруасына қолғабыс етіп, оның шаршамауын қадағалайды. Бойын күтуде қалай жүріп тұруды, қалай тамақтану керектігін екенін ұқтырып, іште жатқан шақалаққа әу бастан-ақ қамқорлығын жасайды. Енесі ашық айта алмайтын жайларды түсіндіріп дегендей, бір сөзбен айтқанда ана болуға дайындайды. Олар бұрыннан жинақталған тәжірибелерге сүйене отырып, ай толғақ, апта толғақ дейтін хабаршы толғақтардың күнін санап, келінің қай кезде босанатынын алдын ала есептеген. Содан орай үйді, төсек орынды кіршіксіз тазартып, арасында арша, адыраспан түтіндетіп, отбасын залалсыздандырды. Сонымен бірге туыт жеңіл болсын деп, күнде келіншектің құймышағынан бастап, көк желкесіне дейін қойдың құйрық майымен сылап, қол батыра уқалайды. Салқын тиіп желдеп қалмауын ықтияттайды. Міне осы секілді жұмыстардың талайын болашақ кіндік шеше атқарады. Өйткені жас келін аман-есен көз жарып, қол-аяғын бауырына алса, кіндік шешенің ниеті қабыл болады. Қолы жеңіл екен дейтін абыройға ие болып, көңіл аясы көтеріліп жатады екен. Кіндік шешенің жұмысы мұнымен бітпейді. Енді жас босанған ана мен нәрестенің күтіміне көмектеседі. Тұңғышын өмірге әкелген келіншек жаңа өміріне жаттыққанша белі бекігенше қолын суға салғызбай, кір-қоңын жуып, баланы шомылдырып, сылау, құндықтау, жаялық жөргектерді таза ұстау секілді бір қарағанда ұсақ түйектей көрінетін, бірақ өте қажетті шаруалардың барлығын дерлік кіндік шеше мойнына алған. Баланың ең алғашқы киімі ит жейде тігіп әкелу де тікелей оның міндеті болған. Баланың былайғы өмірінде сол жанашырлық, мейірім ықылас кіндік шеше тарапынан толастамайды. Сәбиге қатысты өткізілетін шілдеханадан бастап үйлену не ұзату тойына дейінгі барлық шараны басы қасында жүреді. Оны айтасыз, өзі түгел бүкіл отбасы мүшелерінің барлық кіндік балаға айрықша бауырмалдықпен қарап қадірлеген. Баланың ата-анасымен қатар кіндік шешеге көрсетілер құрметтің орны бөлек болыпты. Қыз ұзатып, келін сүріп, екі ел құдандала болып жатқанда да ата-анамен бірге аталап төрден орын берілген. Кейін бала ат жалын тартып мінер азаматтыққа жеткенді кіндік шешенің еңбегін ақтап, іздеп сұрап, сый-сияпатын жасай жүруді өзіне парыз санапты. Ұзатылып кеткен қыздар төркіндеп келгенде арнайы тарту
таралғысымен кіндік апасының алдынан өтіп ақ батасын алады. Мұның өзі береке бірлікке, ынтымақ татулыққа көпір болып жалғасып жатады екен. Қазақ халқы бала кіндік шешеге тартады деп тегін айтпаған. Мұны қазір ғылым да қостайды. Өйткені жарық дүниеге шыр етіп түскен сәбидің пәк тәнін ұстап, кіндігін кесу арқылы әрбір адамның бойында әртүрлі деңгейде болатын био-өріс жаратылысында тектік қасиеттер белгілі бір мөлшерде балаға беріледі. Сондықтан баланың өз жақындарына ұқсамайтын кейбір мінездерінің кіндік шешеге тартатынын анық. Бұл пәленшенің кіндік баласы ғой, мінезі содан аумай қалған деген сөзді бұрындары да жиі естуші едік. Осы жерде сәл ойланып зерделіп көрейікші. 70 жыл бойы бұл қазақтың кіндігін кім кеспеді дейсіз? Ұлттық қадір қасиет, ұлттық болмысымыздың жұтан тартып, басқа бағытқа қарай ауыңқырап кеткенін бір түйіні осындай жатқан жоқ па? Қалай десеңіз де, бұл ой негізсіз емес. Кеңес үкіметі дәуірлеп тұрған кезде кіндік шеше деген ұғымның қазақ ғұрпындағы негізі мән мағынасы көмескіленіп, өзінің бастапқы ерекше де қадірлі орнын айырылып еді. Рас, сол заманда да кіндік шеше атауын иеленгендер болды. Алайда олар кіндік кеспей-ақ сырттай сайлағандар, яғни сәби өмірге келген соң жаялық жөргегін алып, гүлін мен тәттісін көтеріп апарып, перзентханадан ана мен баланы үйге шығарып әкелушілер. Бұлар шілдехана қырқынан шығаруды құрметті қонақ болып, бала қаратабан болмай жатып, кіндік кесер сыйын алып дегендей, екі жағы да міндеттерін өтегендей мәз-мейрам болып жататын. Әйтеуір қалай болғанда да ниеттері жақсы. Ал нағыз кіндік кесушілер басқа. Көпшілігіміз оларды түстеп танымаймыз. Өйткені ананың босану сәтті қай дәрігердің кезекшілік уақытына сай келсе, кіндік сол кеседі. Қалай ма, қаламай ма, жалақы алып отырған қызметті болғандықтан өзінің тікелей кәсіби міндетін атқарады. Бұл олардың жаттыққан дағдылы жұмыстары. Кімнің кіндігін кесіп жатқанын олар үшін маңызды емес. Ең бастысы ана мен баланың амандығын жауапты жандар. Сол бір кезде ауылды қайдам, қалалы жерде, әсіресе Алматы перзентханалардың дәрігерлері мен медбикелері тіпті әлгі нянька дегеніне дейін орыс ұлтының өкілдері еді. Басқаны айтып қайтейін, өз ұлымның кіндігін солардың біреуі кесті. Ол Иванова ма, Петрова ма, білмеймін. Тек аман сау босанғаныма қуанып, риза болдым. Осы күндері баламның бойының әулеттігіміздің жоқ кейбір мінезді байқағанда кіндігін кескен адамды бірден есіме аламын. Бірақ көзіме оның бет бейнесін, кескен келбетін елестете алмаймын. Орайы келіп тұрғанда айта кетейін, өз баламның кіндік шешесі белгісіз болғандықтан енді көптен күткен немеремнің болашақ кіндік шешесі жайлы көп толғандым. Қайтсем екен деп әр ойдың басын бір шалып, шешімін таба алмай жүргенімде анық болған бір тосын әңгіме естідім. Танысымыздың келіні босанғанда келіншектің күйеуі туыт бөлмесіне бірге кіріп, бүкіл толғақ барысының нәрестенің өмірге келу сәтін түгел видеокамераға түсіріпті. Астапыралла, естімеген елде көп дегендей осы екен-ау деп қазақ жігітінің мына қылығының ер азаматқа ерсі тексіздік көріп қынжылдым. Алайда егер еркек адам әйел босанатын жерге камерамен емін-еркін кіретін болса, неге өзім қалаған әйелге медициналық бетпе перді мен халат кигізіп апармаймын? Дәрігер өзінің кәсіби міндетін атқарса, ал кіндік шеше баланың кіндігін кессе деген ойға келдім. Осы ниетімді жақсы таныс акушерка айтып едім. Туыт бөлмесіне дәрігерлердің басқа адам кіруге болмайды деп басын шайқады.
ойбай-ау, ана жігіт камерамен тайраңдатып қалай кірген деймін ғой баяғы қарсы дау айтып. Білмеймін, олай болуы мүмкін емес деп ат-тонын ала қашты. Мейлі, ол білмесе мен білемін, жүрмейтін жері жоқ, кірмейтін қуысы жоқ, ақша деген бедерлі қағазды күшімен кірген. Сонымен не дейсіз? Бір күні белді бекем болып, айтар сөзімді жұптап, дәлелдерімді нақтылап перзентханаға келдім. Ондағы мақсатым болашақ кіндік шешені өзім әкелуіме бола ма, болмай ма, соның мән жайын білмекшім. Егер сәті түсіп ойым орындалып жатса, әлі өзім тоқтала қоймаған, бірақ көңілімдегі бірнеше адамның ішінен біреуін таңдап ниет тілегімді айтпақшы едім. Сөйтіп әйелдер босанатының бөлімінде басқаратын адамның кабинетіне бас сұқтым. Бір жақсы жері, ол келіншек қайсы бір бастықтар секілді сызбақтанып салқын қарсы алмай, «О, апай, қош келіпсіз!» деп орнынан ұшып тұрып қарсы алды. Құдайдың құдіреті-ау, ол дегеннен көзіме жарқ етіп ыстық көрінді. Оның бойынан адамды өзіне тартатын бір тылсым шуақ таралып жатқандай әсер болдым. Үнемі аналардың өмірге сәби әкелу сәтінде шарапатты тиіп, жаңа туған баланың күнәсіз таза тәнінің берілетін ғажайып қуатының ылғи әсер алғандықтан маңдайы жарқырап, жаңары жайнап тұрған екен. Шынымды айтсам, бірден ғашық болдым да қалдым. Айтамын деп келген айшықты сөздерім жайына қалды да, айналайын, бізде бір жоғы бір тал ұл, бір келін. Тұңғыш немеремнің өмірге келуіне күтіп жүрмін. Келінімді қамқорлығыңа алып, бізге кіндік шеше болшы деп сөзімді созып, ширатылмай өтінішімді төтесінен айтып салдым. Ол алғашында бір түрлі абдырап қалғандай болды. Әнтек үзілісте кейін, «Апай, ана мен баланың қауіпсіздік болуына қолымыздан келгенше қамтамасыз етіп қызмет етуі біздің ең үлкен борышымыз. Ал бұл қазақ белгілі шаңырақтың келіні бас көз аман-сау босандырып, кіндік шеше атансам мен үшін зор мәртебе ғой» деп ризашылығын білдірді. Бұл әңгіме 1998 жылы желтоқсанның 3-ші күні болып еді. Ол содан бастап келінімді қадағалап, денсаулығын байқалап, дәрігерлік ақыл кеңестерін беріп, жанашырлықпен алдағы күнге дайындады. Иә, әр нәрсе өз уақытымен деген Алланың рақымымен желтоқсанның 22 жұлдызында анарым аман есен көз жарып, өмірге балпанақтай ұл келді. Атаның туған күніне 2-ақ күн жетпей туған немереміз Бақытжан екеумізді ата, әже аттандырып көңілімізді көк аспанға шарықтатып, марқайтып тастады. Мен қателеспеген екенмін. Ұлтай Дауылбайқызы өзін көпке балап жүретін өте ақ көңіл, еңбекқор, айналасынан алғыс естіп жүретін ақеділ жан екен. Ол екі шаңырақтың қою араласуына дәнекер болып, өрісіміз кеңейе түсті. Ұлым мен келінім Ұлтай мама деп құрақ ұшып жақсы көрді. Тілі жаңа шыққан бастаған немерем бір жолы ол келгенде «Мама Уля» деп бұлдырлап қолын созып ентелегені бар. Содан бастап ол «Мама Уля» атанып кетті. Кейін екінші немеремде қамқорлығына алып, Момышұлы әулетіне қос қабат кіндік шеше болды. Біздің үйдің барлық қуанышы мен қайғысына ортақтасып, үнемі қасымыздан табылып жүргендіктен оны туған туысқан, жекжат жұрат, дос жаран түгел таниды. Танып қана қоймай, біреуі кіндік апа деп, біреуі кіндік әкпе деп атап сыйлап тұрады. Мұндай сый құрметтің тамыры ұлтымызға тән қазақи болмысымыздың ықылас пен пейіліміздің басталып, осылай нәр алып жатқан болса керек.